Бүгін Семей қаласындағы физика-математика бағытындағы Назарбаев зияткерлік мектебінде туған елге тағзым экспедиция өз жұмысын бастады. Бұл экспедицияның басты мақсаты оқушылардың зерттеу дағдыларын қалыптастыру арқылы жалпы патриоттық сезімді тереңдетіп ұялату. Бұл туған жердің тарихын, мәдениетін және әлеуметтік салаларын зерттеу арқылы оқушылар жалпы өз үлестерін қосуда. Бұл экспедицияға 40 оқушы қатысады, жоғары сыныптан 20 оқушы, 8 сыныптан 20 оқушы. Экспедицияның жалпы бағыты, бұл бірінші бағыт қаланың әлеуметтік, экономикалық, экология сұрақтарын зерттеп, әлеуметтік ролик шығару. Жалпы біздің қаламызда қандай мәселелер бар, сол жағында балалар зерттеу жұмыстарын жүргізеді. Екінші бағыты бұл 8 сынып оқушылары зерттеу жұмыстарымен енді бастап байланысуда. Сондықтан бұлар Абай өнеріне барып, Абай жолындағы әр кесененің тарихын зерттейді. Сол туралы ақпарат жинақтап, зерттеу арқылы Google музей жасайды, Google карта жасайды. Мектебіміздің бір бұрышында онлайн музей жасауды. Экспедицияның күтілетін нәтижесі жалпы оқушылар 5 күннен кейін TEDx конференция форматында өз жобаларын бастапқы форматтарын көрсетеді. Және де декабрь айында мектепшілік үлкен конференция болады. Сол конференцияда оқушылар әлеуметтік бейне роликтерін көрсетеді. Қала әкімшіліктермен кездесіп, осы қаламыздың мәселелерін көтеріп, сұрақтар қояды. Және де 8 сынып оқушылары өз жұмыстарының бастапқы деңгейдегі жобаларын көрсетеді.